Сәлем достар, барлықтарыңызға. Ең бірінші мен каналыма тіркелгендеріңіз үшін және лайк басып жүргендеріңіз үшін, комментарийларыңыз үшін көп рахмет. Мен каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Және де бүгін морковный салат жасайын. Ол үшін мен бірінші алдын ала дайындап қойдым. Бірақ қазір қандай терканы жасағанын көрсетемін. Мынандай терка барлықтарыңыздың үйлеріңізде бар деп ойлаймын. Міне осылай мен өткіздім. Ұзын әдемі болады сәбіздер. Осылай жасаймыз. Міне сосын сәбізді осылай теркадан өткізіп болған соң қара бұрыш, кориандр, содан кейін қант, сосын тұз, осыны салып, сәбізге салып араластырамыз. Достар, бар қолдарыңызбен мұжып араластырасыздар. Енді осылай чесноқты майда-майдағып қойғанымыз. Содан кейін достар, осылай сковородкаға майды қыздырып аламыз да, ішіне былай пиязды қатты ұсақ қылмай осылай турасаңыздар да болады. Потому что біз пиязды салатқа қоспаймыз. Сондықтан осылай дәу-дәу қылып турап, қып-қызыл қылып қуырып аласыздар. Енді міне осы сәбізге қызыл бұрышты саласыздар. Содан кейін жаңағы қызып тұрған майымызды үстінен құямыз. Қызыл бұрыштың үстіне құямыз. Және де жаңағы чесногымызды саламыз. Сөйтіп араластырамыз. Достар, уксус құямыз енді. Содан кейін араластырамыз. Уксустан жарты шай қасық жетеді. Достар, міне менде осындай салат болып шықты. Егер де сіздер басқаша жасасаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер, рецептімен бөлісіп кетіңіздер, солай да жасап көрейік. Ал мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.